Продюсер Гүлзира Айдарбекова немересін өмірге әкелген келіні Жұлдыз Әбдікәрімованы құттықтамаған үшін көпшіліктің сынына қалды. Белгілі болғандай, Қайрат Нұртас 5-ші рет әке атанып, қызды болды. Актриса әрі блогер Жұлдыз Әбдікәрімова әлеуметтік желіде жаңа тынысым деп жазып, қуанышты жаңалығын елге жеткізді. Алайда көпшілік күткен қуанышты сәтте, яғни баланың жынысын анықтау кешінде Қайраттың өзі болмаған. Әнші бұл жағдайды жұмыста болып түнделетіп қайттым. Мен жоқта гендер пати өтіп, шырақтар жанып қызық болыпты. Суреттерден ғана байқадым деп түсіндірді. Ал әлеуметтік желі қолданушылары Гүлзира Айдарбекованың немересінің дүниеге келуін өзінің жеке парақшасында бөліспегеніне қатты ашуланды. Көпшілік әшейінде күнделікті өмірін түгел салып отыратын еді. Енді немересі дүниеге келгенде үнсіз қалды. Немере көрмей кеткен қаншама адамдар бар, ал бұл кісілер қуанышты жасырғандай. Қайрат пен Жұлдыздың арасына түскен шешесі ғой. Бұл әулет Жұлдызды сыйламайды, сол үшін ол да бұларды қажет етпейді. Қайрат үнсіз, шешесі үнсіз, бірақ ұрпағы көбейіп жатыр. Шампунь сатумен әлек болып, уақыты жоқ шығар деген пікірлер қалдырды. Қазір Қайрат Нұртас гастрольдік сапарларын жалғастырып жүрсе, анасы түрлі той-томалақтар мен шараларда жиі көрінеді. Осыған байланысты желідегі жұртшылық ренішін жасыра алмады. Олар Гүлзира Айдарбекованың парақшасында: «Қымбатты, сіздің немереңіз дүниеге келді, бірақ қуанышыңызды байқамадық. Келін мен ене араласқысы келмей-ақ қойсын, бірақ баланың әке-шешесі, басқа туыстар қайда? Немере деген бәріне ортақ қуаныш емес пе? Адамдар жылдап бала сүйе алмай жүр, ал сіздер бар болғанына да қуана алмай отырсыздар. Ресторанда өзге адамдарды туған күнімен құттықтап жүрсіз, ал келініңізді неге құттықтамайсыз? Ол немерелеріңіздің анасы ғой. Сіздер немерені мойындамайсыздар ма? Ұят емес пе? Жаңа өмір дүниеге келді, ал сіздер мән бермегендей күйде қалдыңыздар» деп жазды. Дегенмен көпшілік арасында жақсы тілектерін білдіріп, жас нәрестенің өміріне ақ жол тілегендер де болды.